Кітап өмір ұстазы. Сондықтан да балаларға кітап оқуды әдетке айналдыруымыз қажет. Кітап оқымай өмірді тану, тәрбие, білім алу ол мүмкін емес. Кітап асып таспайтын асыл досымыз. Кітап жансыз, бірақ шынайы дос. Кітап ең сабырлы ұстаз. Кітап білім бұлағы. Кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына. Мәдениеттің мәйегі кітап. Ата-ана өз балаларының басты тәрбиешісі. Кітап үйдің ашылып отырған терезесі. Бір отбасы, бір кітап челленджін ата-аналарға жолдаймын. Кітап маған тақтан да қымбат. Жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей. Өз бойымдағы барлық ең жақсы қасиеттерім үшін кітапқа қарыздармын. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік. Кітап ғасырларға сапар шеккен ақыл ескерткіші. Кітаптың міндеті өмірдің орнына жүру емес, өмірді түсінуді жеңілдету, тездету.